Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып пісатын пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Пирожкидің рецептіне керек заттар: бізге 250 грамм жылы сүт керек болады, және 250 грамм жылы су қажет болады, және алдын ала ерітілген 100 грамм сары май қосамыз, және 1 ас қасық сұйық май қосамыз, 1 ас қасық қант қосамыз, және 1 шай қасық тұз қосамыз, және 2 шай қасық ашытқы қосамыз. Керегіне қажетті ұн қосамыз, 700-800 граммдай ұн қажет болады, және 1 жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, видеодағыдай тестамызды илеп аламыз. Тестамызды әбден илеп болғаннан кейін жарты сағатқа көтерілгенге дейін бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Тестамыз дайын болғанға дейін пирожкидің ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Оған керек бізге картоп және сарымсақты алдын ала қуырып аламыз, және қажет мөлшерде бұрыш қоссақ болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тестамыз көтеріліп дайын болды. Өзімізге қажетті мөлшерде дайындап аламыз. Қызып тұрған майда отымызды ақырын қосып, пирожкиімізді пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға алыс болсын, осы рецептпен жасап көріңіздер. Лайк және комментарий жазуды ұмытпаймыз, қыздар.